Достар, барлығыңызға сәлем. YouTube ақша табу шарттарын өзгертеді. Және бұл жолы әңгіме жай ғана кішкентай бір жаңарту туралы емес. YouTube партнер програмға кіру талаптары өзгереді. Шортс арқылы ақша табудың жаңа шарттары пайда болады. Премиум лайт кеңейеді. Жаңа бонустар мен табыс көздері енгізіледі. Және ең маңыздысы, қазірдің өзінде монетизациясы ашық тұрған каналдардың өзі жаңа шарттарды қабылдауы керек. Сондықтан егер сіз YouTube'да канал жүргізіп жүрсеңіз, монетизацияңыз ашық болса, немесе керісінше жаңадан канал бастап ақша табуға шығуды жоспарлап жүрсеңіз, бүгінгі видео сізге тікелей қатысты. Өйткені 2027 жылдың 1 ақпанынан бастап YouTube'да ойынның ережесі кәдімгідей өзгереді. Қазір бәрін рет-ретімен түсіндіріп шығайын. Бірінші кезекте ең көп адамды қызықтыратын нәрсе YouTube партнер програмға кіру талаптары. Қазіргі жүйеде толық жарнамалық монетизацияға шығу үшін 1000 жазылушы жинап, соңғы 12 айда 4000 сағат жарамды көру уақытын жинау керек. Немесе шортс арқылы өтетін болсаңыз, соңғы 90 күннің ішінде 10 миллион жарамды шортс қаралымын жинауыңыз керек. Бұл талаптар бізге бірнеше жылдан бері таныс. Бірақ 2027 жылдың 1 ақпанынан бастап жаңа авторлар үшін бұл көрсеткіштер өзгереді. Жазылушы саны өзгермейді. Әлі де 1000 жазылушы қажет. Бірақ 4000 сағат енді 8000 сағатқа көтеріледі. Яғни ұзын видеолар арқылы YouTube партнер програмға толық кіру үшін соңғы 12 айдың ішінде 8000 сағат жарамды көру уақытын жинау қажет болады. Тура 2 есе өсіп отыр. Егер бұрын 4000 сағат жинау жаңадан бастаған канал үшін қолжетімді мақсат болса, енді YouTube сізден әлде қайда тұрақты аудитория талап ететін болады. Қарапайым мысал келтірейік. Айталық, сіздің видеоларыңызды адамдар орташа есеппен 5 минут көреді. 4000 сағат дегеніміз шамамен 240 мың минут. Ол үшін шамамен 48 мыңдай осындай қаралым керек. Ал 8000 сағатта бұл көрсеткіш шамамен 96 мыңға қаралымға дейін өседі. Әрине, бұл жай түсіндіру үшін жасалған мысал. Біреу сіздің видеоңызды 2 минут көреді, біреу 15 минут көреді. Бірақ жалпы айырмашылықтың қаншалықты үлкен екенін осыдан ақ түсінуге болады. YouTube жаңа каналдарға 1-2 сәтті видеомен емес, тұрақты аудиториямен кел деп отырған сияқты. Бірақ шортс жағындағы өзгеріс одан да үлкен. Қазіргі таңда шортс арқылы толық YouTube партнер программа монетизациясына кіру үшін 1000 жазылушы және соңғы 90 күнде 10 миллион жарамды шортс қаралымы қажет. 2027 жылдың 1 ақпанынан бастап бұл 20 миллионға көтеріледі. Тағы да 2 есе. Яғни жаңа канал шортс арқылы толық монетизацияға кіргісі келсе, 1000 жазылушы және соңғы 90 күнде 20 миллион жаралымды шортс қаралымын жинау керек. 20 миллион. 3 айдың ішінде. Орта есеппен есептесек, айына шамамен 6,6 миллион қаралым. Күніне 220 мыңнан астам шортс қаралымы. Шортста бір видеоның 5 немесе 10 миллион қарап кетуі мүмкін екенін білеміз. Сондықтан мүмкін емес деп те айта алмаймыз. Бірақ бұрынғы 10 миллионмен салыстырғанда бұл талап айтарлықтай қиындап отыр. Енді осы жерде өте маңызды бір нәрсені ажыратып алу керек. Егер сіздің қазірдің өзінде YouTube партнер програмға толық кіріп қойған болсаңыз, жаңа 8000 сағат немесе 20 миллион шортс талабын қайта орындаудың қажеті жоқ. Яғни қазір монетизациясы ашық тұрған каналдарға енді қайтадан 8000 сағат жина немесе 20 миллион шортс жинамасаң YouTube партнер программадан шығасың деп отырған жоқ. Бұл жаңа кіру талаптары. 2027 жылдың 1 ақпанынан кейін YouTube партнер програмға жаңадан толық қосылғысы келетін авторларға қатысты. Бірақ шортс арқылы ақша табатын авторлар үшін бөлек тағы бір маңызды өзгеріс бар. Міне, менің ойымша осы жаңалықтардың ең маңызды жері осы. 2027 жылдың 1 ақпанынан бастап шортс жарнамасы мен премиум табысын бөлісу үшін соңғы 90 күнде кем дегенде 10 миллион жаралымды шортс қаралымын ұстап тұру қажет болады. Мұны тағы бір рет түсіндірейін. Жаңа канал ретінде шортс арқылы YouTube партнер програмға кіру үшін 20 миллион қаралым қажет. Сіз 20 миллион жинадыңыз, 1000 оқырманыңыз бар, YouTube партнер программаға кірдіңіз. Монетизацияңыз ашылды. Бірақ кейін қаралымыңыз төмендеп кетсе, соңғы 90 күндегі шортс қаралымыңыз 10 миллионнан төмен түсіп кетсе, шортс жарнамасы мен премиумнан түсетін табысты бөлісу талаптарына сәйкес келмей қаласыз. Бірақ бұл жерде адамдар шатаспауы керек. Бұл сіздің каналыңызды бүкіл YouTube партнер программадан шығарып тастайды деген сөз емес. Мысалы, сізде ұзын видеолар да бар. Олардан жарнама арқылы ақша тауып жүрсіз. Ол табыс көзіне бұл шортс талабы әсер етпейді. Яғни, сіз YouTube партнер программаның ішінде қала бересіз. Тек шортс жарнама
жарнамасы мен шортс арқылы бөлінетін премиум табысына қатысты минималды көрсеткішті ұстап тұру керек болады. Мұның өзі YouTube'тың бағытын өте жақсы көрсетіп тұр. Бұрын шортста бір видеоңыз қатты вирусный болып кетіп, 10 миллион қаралым жинап, монетизацияны ашып алуыңыз мүмкін еді. Кейін бірнеше ай бойы канал айтарлықтай қаралым алмаса да, сіз бір рет межеден өтіп қойғансыз. Ал енді YouTube жоқ, бізге тұрақты нәтиже керек деп отыр. Яғни шортс жасаушылар үшін бір ғана вирусный видео жеткіліксіз. Сізге тұрақты формат керек, тұрақты аудитория керек. Және соңғы 90 күндегі көрсеткішті үнемі ұстап отыру керек. Меніңше бұл шортс каналдардың стратегиясын толығымен өзгертетін нәрсе. Себебі шортста ең қиын нәрсе бір рет 10 миллион жинау емес. Ең қиын нәрсе сол қаралымды ай сайын қайталап отыру. Бір айда бір видеоңыз 7 миллион қарайды, келесі айда ең жақсы видеоңыз 100 мың просмотрда қалып кетуі мүмкін. Шортс алгоритмінде мұндай жағдай өте көп. Сол себепті енді шортс каналында ең маңызды нәрсе бір видеоның жарылуы емес, бірнеше форматтың тұрақты жұмыс істеуі болады. Бірақ осы жаңалықтарды көріп, YouTube тек бәрін қиындатып жатыр деп ойлаудың қажеті жоқ. Себебі YouTube партнер программның төменгі деңгейіндегі кейбір талаптар өзгермейді. Мысалы, жанкүйерлерден тікелей қаржылай қолдау алу мүмкіндіктері, YouTube Creator Partners және YouTube Shopping сияқты бағдарламаларға ертерек қол жеткізу талаптары сол күйінде қалады. Бұл жерде тек 500 жазылушы соңғы 12 айда 3000 сағат жарамды көру уақыты, немесе соңғы 90 күнде 3 миллион просмотр шортстан жарамды. Яғни YouTube толық жарнамалық монетизацияға кіру талабын ғана көтеріп жатыр. Бірақ каналдың ертерек кезеңінде ақша табуға мүмкіндік беретін басқа құралдарды жауып жатқан жоқ. Бұл өте маңызды айырмашылық. Мысалы, сізде 500 оқырман бар, толық жарнама монетизациясына әлі жете алмадыңыз. Бірақ белгілі бір талаптарды орындасаңыз, Super Thanks, Super Chat, арна мүшелігі секілді фанаттардың қолдауына арналған кейбір функцияларға, немесе шоппинг сияқты табыс құралдарына қол жеткізе аласыз. Яғни YouTube тек AdSense туралы ойлап отырған жоқ. Ол автордың табысын бірнеше бағытқа бөлгісі келіп отыр. Оның үстіне YouTube жаңа арнайы ынталандыру бағдарламаларын енгізетінін айтып отыр. Бұл да қызық жаңалық. Жаңа бағдарламалар әсіресе жаңадан бастаған авторларға қосымша табыс көздерін беруге бағытталды. Мұның ішінде YouTube шоппинг бонустары да болады. Брендтермен жасалатын келісімдерге байланысты ынталандырулар да болады. Сондай-ақ белгілі бір мәдени трендтер мен контент бағыттарына қатысты арнайы табысты арттыру бағдарламалары болуы мүмкін. Ең қызығы, YouTube бұл бағдарламаларда авторды тек қаралым саны бойынша бағаламайтынын айтып отыр. Өсу қарқыны, аудиторияның қызығушылығы, engagement, каналдың даму динамикасы, осындай көрсеткіштер де есепке алынуы мүмкін. Бұл жаңа каналдар үшін өте жақсы нәрсе болуы мүмкін. Өйткені, мысалы, сізде әзірге миллиондаған қаралым жоқ, бірақ канал соңғы 2 айда өте қатты өсіп жатыр. Аудитория белсенді, комментария көп, адамдар видеоларды тұрақты қарайды. Осындай каналдарға YouTube бөлек мүмкіндіктерді ұсынуы мүмкін. Әзірге бұл ынталандыру бағдарламаларының нақты талаптары толық жарияланған жоқ. YouTube олар туралы кейінірек толық ақпарат беретінін айтты. Сондықтан бұл тақырыпты міндетті түрде бақылап отырамыз. Тағы бір маңызды жаңалық YouTube Premium Lite. YouTube Premium Lite қызметін премиум қолжетімді барлық елдерге кеңейтуді жоспарлап отыр. Premium Lite кәдімгі премиумнан сәл басқаша. Негізгі идеясы музыка мен шортстан басқа контенттің көп бөлігін жарнамасыз көруге мүмкіндік беру. Сонымен бірге офлайн және фонда көруге байланысты мүмкіндіктер де кеңейтіледі. Автор үшін бұның қандай пайдасы бар? YouTube'да тек ақша жарнамадан түспейді. Премиум қолдаушысы сіздің видеоңызды көрсе, оның жазылымынан түскен табыстың белгілі бір бөлігі контент авторларына да бөлінеді. Сондықтан премиум және премиум лайт қолданушыларының көбеюі авторлар үшін тағы бір табыс көзі деген сөз. YouTube тіпті премиум қолданушылары жағынан серіктестер кей жағдайларда қарапайым жарнамалық аудиторияға қарағанда көбірек табыс әкелетінін айтып отыр. YouTube'тың жалпы стратегиясына қараса, бір қызық нәрсе көрінеді. Бір жағынан олар толық монетизацияға кіру шегін көтеріп жатыр. Екінші жағынан авторларға ақша табудың жолдарын көбейтіп жатыр. Премиум лайт, шоппинг, брендтермен жұмыс, фандинг, шортс, лонг видео, жаңа ынталандыру бағдарламалары. Бұл жерде YouTube'тың негізгі ойы тек AdSense-ке қарап отырмаңыздар дегенге ұқсайды. Тағы шортс бойынша жаңа бір дүние бар. Болашақта жаңа жарнама форматтары енгізіледі. Мысалы, бренд өзінің жарнамасын нақты 5 немесе одан да аз каналға бағыттайтын болса, авторлар мұндай жарнамадан жалпы Shorts Creator Pool-дан бөлек тікелей табыс алу мүмкіндігіне ие болады. Бұл өте қызық модель. Қазіргі шортс монетизациясының принципін білесіздер. Жарнамадан түскен
ақша жалпы бір қорға түседі. Музыка лицензиялары секілді шығындар есептеледі. Содан кейін белгілі бір есеп бойынша авторларға бөлінеді. Ал енді бренд нақты бірнеше каналға жарнамасын бағыттаса, сол жарнамадан бөлек тікелей табыс табу механизмасы пайда болуы мүмкін. Бұл үлкен шортс каналдары үшін өте жақсы мүмкіндік. Әсіресе белгілі бір нишада отырған каналдар үшін. Мысалға, технология, автомобиль, бизнес, қаржы, білім. Себебі бренд нақты аудиториясы бар 5 канал таңдап, менің жарнамам дәл осы каналдарда көрсетілсін дей алатын болса, автор үшін шортстың экономикалық құндылығы да артады. Енді қазіргі уақытта монетизациясы ашық тұрған каналдарға қатысты ең маңызды нәрсеге келейік. Егер сіз қазір YouTube партнер програм ішінде болсаңыз, жаңа шарттарды қарап шығып қабылдауыңыз керек. Соңғы мерзім 2027 жылдың 31 қаңтары. Міне, осы датаны есте сақтап алыңыз. 2027 жылдың 31 қаңтарына дейін. Егер YouTube партнер програм арқылы ақша тауып жүрсеңіз, YouTube студияға кіріп, жаңартылған шарттарды қабылдауыңыз қажет. YouTube студияға компьютерден де, телефоннан да кіре аласыз. Басты бетте жаңа шарттар туралы хабарлама шығу керек. Сол жерден жаңартылған шарттарды көру деген бөліміне өтесіз, одан кейін жалғастыру батырмасын басасыз, сізге бірнеше модуль көрсетілуі мүмкін. Мысалы, ұзын видеолардағы watch page монетизациясы, shorts feed монетизациясы, жанкүйерлерден түсетін табысқа қатысты шарттар. Әр модульді жеке-жеке қарап шығып, шарттармен келіссеңіз, белгі қойып қабылдайсыз. Барлығын аяқтағаннан кейін процесті толық бітіру керек. YouTube мүмкіндігінше барлық модульді қабылдауға кеңес беріп отыр. Себебі әр модуль әр түрлі табыс көзіне жауап береді. Біреуін қабылдап, екіншісін қабылдамасаңыз, белгілі бір монетизация мүмкіндігін пайдаланбай қалуыңыз ықтимал. Тағы бір нәрсе, 2023 жылға дейін channel membership немесе супер чат сияқты жанкүйерлерден қаржылай қолдау функцияларын қосқан кейбір авторларда бұрынғы шарттар болуы мүмкін. YouTube енді осы заңды шарттардың барлығын біріздендіріп, оларды Commerce Product Module жүйесіне көшіріп жатыр. Бірақ бұл жерде қорқатын нәрсе жоқ. YouTube-тың айтуынша, осы көшіруге байланысты негізгі eligibility талаптары өнімдердің жұмыс істеуі немесе revenue share өзгермейді. Бұл көбіне заңдық және келісімдік жүйені бір форматқа келтіру үшін жасалып жатыр. Енді жалпы үлкен картинаға қарай. YouTube неге мұндай қадамға барып жатыр? Менің ойымша бірнеше себеп бар. Біріншісі, YouTube-тың өзі бұрынғыдан бірнеше есе үлкен платформаға айналды. Контент көп, авторлар көп, көрермендер де көп. YouTube партнер програмының өзінде миллиондаған автор бар. Сондықтан 10 жыл бұрын қойылған кейбір шектер қазіргі YouTube масштабына сәйкес келмеуі мүмкін. Екіншісі, Shorts келгеннен кейін YouTube-та контент өндіру жылдамдығы өте қатты өсті. Бұрын бір жақсы long видео жасау үшін бірнеше күн, кейде апталар кететін. Қазір Shorts-та бір күнде 5, 10, 20 видео салатын каналдар бар. Оның үстіне жасанды интеллект құралдары пайда болды. Жасанды интеллекттің дауысы, жасанды интеллекттің суреттері, жасанды интеллекттің видеолары, автоматты монтаж, автоматты сценарий. Бір адам бірнеше каналды жүргізе алады. YouTube-қа күніне түсетін контент көлемі бұрынғыдан мүлде басқа деңгейге жетті. Сондықтан YouTube енді жай ғана көп контент жүктеген адамды емес, адамдар шынымен тұрақты қарайтын авторларды анықтағысы келетін сияқты. Үшіншіден, YouTube бір реттік вирусный каналдардан тұрақты бизнеске айналған каналдарға қарай бет бұрып жатыр деп ойлаймын. Бір видео шамамен 20 миллион қаралым алу өте жақсы. Бірақ YouTube үшін келесі сұрақ маңызды. Осы канал 3 айдан кейін де көріле ме? 6 айдан кейінше көрермен қайта келе ме? Осы канал адамдарды YouTube-та көбірек ұстай ала ма? Міне, жаңа талаптардың артында осындай логика жатқан сияқты. Сондықтан мен бұл өзгерістерді тек негатив жағынан қарамас едім. Жаңадан канал ашатын адамдарға қиындайды. 8000 сағат оңай емес. 20 миллион шортс одан да оңай емес. Бірақ бәсекеге деген тек қанша канал бар деген нәрсе емес, бәсеке қанша адам соңына дейін шыдайды деген нәрсе. Егер талап қиындаса, көп адам алғашқы айларда тастап кетеді. Ал тұрақты жұмыс істейтін адамдардың ұзақ мерзімде мүмкіндігі керісінше көбеюі мүмкін. Сол себепті егер қазір канал ашуды ойлап жүрсеңіз, 2027-де талап қиындайды екен деп, енді бастамай-ақ қояйын деп ойламаңыз. Меніңше керісінше дәл қазір бастауға себеп бар. Өйткені 2027 жылдың 1 ақпанына дейін қазіргі талаптар әлі күшінде. Егер осы уақыт ішінде қажетті көрсеткіштерге жетіп, YouTube партнер программаға кіріп үлгерсеңіз, жаңа 8000 сағат немесе 20 миллион шортс кіру талабын қайтадан орындамайсыз. Әрине, бүгін канал ашсаңыз, міндетті түрде қаңтарға дейін монетизация аласыз деп ешкім кепілдік бере алмайды. Бірақ неғұрлым ерте бастасаңыз, соғұрлым мүмкіндік көп. Ал егер қазірдің өзінде монетизацияңыз ашық болса, бір нәрсені міндетті түрде жасап қойыңыз. YouTube студияңызды тексеріңіз, жаңа шарттар
мен шыққан кезде оларды соңғы күнге қалдырмаңыз. 2027 жылдың 31 қаңтарына дейін қабылдау керек. Мен өзім соңғы күнге дейін күтпес едім. Шарттар студияда қолжетімді болған кезде қарап бірден қабылдап қойған дұрыс. Өйткені сіздің табысыңызға қатысты нәрсе ұмытып кетуге болмайды. Енді стратегия жағынан қарайық. Егер мен бүгін YouTube каналын нөлден бастайтын болсам, не істер едім? Біріншіден тек шортсқа байланып қалмас едім. Шортс әлі де өте мықты құрал. Жаңа аудитория жинау үшін керемет. Бірақ соңғы 90 күнде тұрақты 10 миллион қаралым ұстап тұру кез келген каналдың қолынан келе бермейді. Сондықтан шортс арқылы аудитория жинап, сол аудиторияны лонг видеоға өткізуге тырысар едім. Екіншіден, ұзын видеода watch time'ды ең негізгі көрсеткіштердің бірі ретінде қарар едім. Тек қаралым емес. Адам видеоны қанша уақыт көріп отыр? Алғашқы 30 секундта қанша адам кетіп қалды? Орташа көру ұзақтығы қандай? Бір видеодан кейін екінші видеоға өте ме? 8000 сағат жинаудың негізгі кілті осында. Үшіншіден, рандом тақырыптарды азайтар едім. Яғни кездейсоқ тақырыптарды азайтар едім. Бүгін бір нәрсе, ертең басқа нәрсе, арғы күні мүлде басқа аудитория. Олай канал өсіру қиын. Адам сіздің бір видеоңызды көргеннен кейін келесі видеоңыз не туралы болатынын шамамен түсінуі керек. Сонда тұрақты аудитория қалыптасады. Төртіншіден, монетизацияны мақсат емес, нәтиже деп қарау керек. Көп адам 1000 подписчик жинаймын, 8000 сағат жинаймын, монетизацияны ашамын, сосын болды деп ойлайды. Бірақ YouTube'тың жаңа жүйесі бізге тура керісінше нәрсе көрсетіп отыр. Монетизация финиш емес. Монетизация канал шынымен жұмыс істей бастағаннан кейінгі бір кезең ғана. Негізгі мақсат тұрақты көрермен жинау, тұрақты қаралым, тұрақты контент, тұрақты табыс. Сонда YouTube ережесін 4000-нан 8000-ға көтерсе де, басқа өзгеріс енгізсе де, сіздің каналыңыз бір шекке тәуелді болмайды. Маған осы жаңалықтардағы ең қызық нәрсе, YouTube талаптарды қиындата отырып, авторларға төленетін жалпы ақшаны азайтамыз деп отырған жоқ. Керісінше, YouTube 2027 жылға авторларға 26-мен салыстырғанда көбірек ақша төлеуді күтетінін айтып отыр. Яғни олардың стратегиясы автор санын жай ғана көбейту емес, тұрақты авторларды көбейту. Және сол авторларға бірнеше табыс көзін беру. Бұл жерде премиум лайт бар, шопинг бар, брендтермен жұмыс бар, фандинг бар, жаңа инсентивс бар, шортсқа тікелей бренд жарнамасы пайда болуы мүмкін. Сондықтан алдағы YouTube бұрынғы видео салдым, реклама шықты, AdSense алдым деген модульден әлде қайда үлкен бизнес экожүйесіне айналуы мүмкін. Ал жақсы каналдар үшін бұл үлкен мүмкіндік. Сондықтан осы видеода есте сақтайтын негізгі ақпараттарды қысқаша қайталайық. 2027 жылдың 1 ақпанынан бастап жаңа авторлар үшін толық YouTube партнер программ монетизациясына кіру талабы 1000 оқырман және соңғы 12 айда 8000 сағат жарамды көру уақыты. Немесе 1000 оқырман және соңғы 90 күнде 20 миллион жарамды шортс қаралымы. Ал 500 жазылушы 3000 сағат немесе 3 миллион шортс арқылы кейбір ертерек монетизация және фанаттардан қолдау мүмкіндігіне кіру талаптары өзгермейді. Қазір YouTube партнер программның ішінде отырған каналдарға жаңа 8000 сағат немесе жаңа 20 миллиондық кіру талабын қайта орындаудың қажеті жоқ. Бірақ шортс жарнамасы мен премиум табысын бөлісу үшін 2027 жылдың 1 ақпанынан бастап соңғы 90 күнде кем дегенде 10 миллион жарамды шортс қаралымы болуы керек. Премиум лайт көбірек елге тарайды. YouTube жаңа инсентивс, шоппинг бонустары және брендтермен жұмыс жасау мүмкіндіктерін енгізеді. Шортста бренд нақты 5 немесе одан да аз каналға жарнама бағыттаса, болашақта креатор пулдан бөлек тікелей табыс табу мүмкіндігі пайда болады. Ал ең бастысы, егер қазір YouTube партнер программ ішінде болсаңыз, жаңа шарттарды 2027 жылдың 31 қаңтарына дейін қабылдауыңыз керек. Осы датаны міндетті түрде есте сақтаңыз. 31 қаңтар 2027 жыл. Менің ойымша бұл өзгерістерден кейін YouTube'да ең үлкен көп ұтатын адамдар сапалы контентті тұрақты шығара алатын авторлар. Ал тек бір вирусный видеоға немесе оңай монетизацияға сеніп келген каналдарға қиындау болады. Сондықтан 2027 жылы YouTube'дағы негізгі сұрақ монетизацияны қалай тез ашамын деп емес, осы каналды бірнеше жыл бойы қалай тұрақты жүргіземін деген сұрақ болуы керек. Өйткені YouTube'тың өзі сол бағытқа кетіп бара жатыр. Ал енді сіздерден сұрайын, бұл өзгерістерге қалай қарайсыздар? 4000 сағатты 8000 сағатқа көтеру дұрыс деп ойлайсыздар ма? Ал шортс үшін 20 миллион қаралым тым көп емес па? Ең қызығы, соңғы 90 күнде 10 миллион шортс қаралымын тұрақты ұстап тұру талабы туралы не деп ойлайсыздар? Егер бүгін нөлден канал бастайтын болсаңыз, қай жолды таңдар едіңіз? Лонг видео арқылы 8000 сағат жинайсыз ба? Әлде шортс арқылы 20 миллион қаралымға барасыз ба? Комментарийға міндетті түрде жазыңыздар, бірге талқылайық. Және YouTube'да канал жүргізіп жүрген таныстарыңыз болса,
осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Әсіресе монетизациясы ашық тұрған адамдарға. Өйткені 27 жылдың 31 қаңтарына дейін жаңа шарттарды қабылдауы қажет болады. Ал келесі видеоларда осы жаңартулардан кейін нөлден YouTube каналын қалай бастауға болады, 8000 сағатты жинаудың қандай стратегиялары бар, және шортс пен ұзын видеоны қалай бірге қолдануға болады, соны практика жүзінде талдап шығамыз. Сондықтан каналға жазылып қойыңыз. Видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.